Бүгінгі асымыз бұрынғыдан өзгеше. Өзгешелігі сонда етпен подлив жасап, мен бүгін пельмен жасамақшымын. Пельменім екі түрлі болады. Біріншісі сырмен. Пельменнің ішіне, дұрыс естідіңіздер, қамырдың ішіне сыр салып пісірейін деп отырмын. Бізде самсаны сырмен жейміз ғой. Неге пельменді сырмен жеп көрмеске деген ой болды менде. Енді етімізді турап, пиязымызды осылай бөліп тураймыз. Қазанымызды отқа қойып, майымызды құйып, қызған қазанға етімізді салып қуырамыз. Етті шатырлатып, жақсылап тұрып қуырамыз. Пельменіміз сондай керемет дәмді болады. Жасасаңыздар өкінбейсіздер. Қазір осы тренд болып жатыр. Қазанға еттің үстінен сарымсақ саламыз. 2-3 бас сарымсақ салдым. Өз қалауларыңыз бойынша қазіргі тренд болып жатқан пельмен подливпен, лағманын подлив дайындаймыз. Пиязымызды саламыз. Менде бұл бір пияз туралған. Пиязымды салып қуырамын. Енді мен басқа пияз бен еттен басқа еш нәрсе салмайын дедім да, тағы да 2 пияз турап салып отырмын. Қуырамыз. Томатымызды салып, араластырып, тұз, бұрыш салуды ұмытпаңыздар. Суымызды құйып, қайнатуға қойып қоямыз. Бұл уақытта мен осы 2 аралықта қамыр елеп қойған болатынмын. Пельменге қамырымызды теңдей бөліктерге, қамырды 2-ге бөліп, теңдей бөліктерге бөліп аламыз. Бөлінген қамырларды бөлішкеге дайындағандай қылып домалақтап қоямыз. Қайысып қалмас үшін бетін жақсылап жауып қоямыз. Домалағымызды алып, мен бірден екеуімен жұмыс жасайын дедім. Үстіп жаямыз. Қамырымызды біреуін жайып алып, бетінен осындай ұнды сеуіп, мен пельмен түйгенді ұнатпаймын, сондықтан осындай дайын форма алып алғам. Осы формамен түйемін. Сырымызды өткіштен өткізіп, осының жартысын ғана өткіземіз. Сырымызды қысып салсаңыздар өте тамаша болады екен. Бұлай салсаңыздар жалбырап, бір-біріне кедергі жасайды. Пельменіміздің барлық форманы, шұңқырларын толтырып шықтық. Енді үстінен тағы да осындай қамырымызды жайып, бетіне қоямыз. Бетіне кішкене ұнымыз сеуіп жіберіп, оқтаймен үстінен жүреміз, ары бері оқтаймен жаямыз үстінен. Осылай формамыз кесіліп шығады. Шетіндегі артық қамырын алып тастаймыз. Тақтайымызға ұн сеуіп, осылай түсіреміз. Түбін шұқып түсіреміз. Түсіріп алған пельменімізді тізбектеп тізіп шығамыз. Пельменіміз өте әдемі. Шет жарылған жоқ, шыққан жоқ. Тамаша болып түсіп жатыр. Екінші қамырымды үсіп жайып, тағы да формалаймыз. Формамызға салып, енді фаршпен дайындап отырмын. Фаршымызды әдеттегідей осылай салып шығамыз. Бұл пельменнің ішінде еті аз болады деп ойламаңыздар, еті әдемі болады. Астыңғы қамырды қалыңырақ жайып салатын болсаңыздар, етті молынан салуға болады. Үстінен қамырымызды қойып, жаңағыдай кесіп шығамыз. Кесіп шыққан қамырымызды енді осы бөліктеп легенге түсіріп алдым. Осылайша мен 3 форма кесіп алдым. Маған семьяма, жанұяма жеткілікті. Легендегі тұрған қамырым үстінен сорпадан құйып, қайнап тұрған судан құйып, түсірсеңіздер тез түсетін болады. Мен алдындағы сырмен пельменімді пісіріп алдым бірінші. Өте тамаша болған. Дайындап көріңіздер. Сондай тоқ тамаша екен подливпен. Енді қайнап атқан фаршпен пельменімді түсіріп алып, үстінен осылай подливімізді құямыз. Ал енді жасап көріңіздер. Мына сырмен жасалған пельменім. Сіздермен бірге болған дәмді ас каналы. Менімен бірге болыңыздар. Жаңалықтарды өткізіп алмаңыздар. Көріскенше күн нұрлы болсын.